Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпта математикасының аликвоттық бөлшектер тақырыбының А тобының есебін шығаратын боламыз. 560-ші есептен бастаймыз. Бұл жерде берілген бөлшектердің ішінен аликвоттық бөлшектерді теріп жазыңдар деген. Аликвоттық бөлшектер дегеніміз алымы бір болатын бөлшектер. Яғни алымында бір болады, ал бөлімде бірден өзгеше сан болады. Мысалы, 6-тан 1 деген сияқты. Сонда бұл жердегі 3-тен 2 деген бөлшек ол аликвотты емес, себебі 3-тен 2 алымы 1 емес, ол аликвотты емес. Яғни түсінікті болсын, бір мысалда келтіріп жатырмын. Бұл аликвотты емес, себебі алымына қарасақ 2 тұр. Енді бізге керегі алымы 1 болатын бөлшектер керек. Енді аликвоттық бөлшек деп жазайық, теріп жазуымыз керек. Бөлшектер. Ол мысалы 5-тен 1-ді жазғыза аламыз. Міне алымы 1, бөлімі 1-ден өзге сан. Сосын 8-ден 1, 21-ден 1, 45-ден 1 және 8-ден 1 бөлшектерін аликвоттық бөлшектерге жатқызамыз. Болды, осымен есебіміз аяқталды. Енді 561-ші есеп шығарамыз. Берілген көрейік. Берілген бөлшектердің бөлімдері әртүрлі аликвоттық бөлшектердің қосындысы түрінде жазылды деген. 4-тен 3, одан кейін 7-ден 5, сосын 8-ден 7, 3-тен 2 және 9-дан 5 деген бөлшектерді жазуымыз керек. Сонда 4-тен 3 деген бөлшекке қарайық. Бұл 4-тен 3-ті 3 деген саны 2 қосылған 1 деп жазсақ. Ал енді алымдарының дағы сандарды жеке-жеке бөлшектерге жазамыз. Яғни бұл бөлшектің қасиеттеріне кіреді. Мына жерде қосу болып тұрса, немесе азайту болып тұрса, осы алымдағы тұрған сандарды жеке-жеке бөлшектерге жазып алсақ болады. Алымдарына жазамыз да, қосу белгісі болса, мұнда қосуды қоя саламыз. Ал енді 4-пен 2 қысқарады. 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. Сонда бізде бөлімдері әртүрлі. Мына аликвоттық бөлшектерді алдық және олардың қосындысы түрінде жаздық. Енді келесі 7-ден 5 деген сан. Оны біз 7-ден 5-ті басқа санға көбейтуіміз керек. Бір белгілі бір санға көбейту керек. Мысалы, 4-ке көбейтіп алайық. Сонда 28-ден 20 болса, енді 20 деген санды қалай аламыз біз? 28-ден 20-ны бізде мысалы 14 қосылған 2 қосылған 4 десек 28 болса, ал енді бұны 28-ден 14 қосылған 28-ден 2 қосылған 28-ден 4 қосақ. 2 бөлшек, мына бөлшектердің екеуінде 14-ке бөлсек, 2-ден 1 қосылған. Мұнда да қысқарады. 14-тен 1 болады, сосын мына екеуі де қысқарады. 7-ден 1 деген бөлшек шығады екен. Ал енді келесі 87 деген бөлшекті не істесек болады? Оларды біз 8-ден 7-ні 2-ге көбейту керек. Екеуінде. Сол кезде бізде не шығады? 16-тан 14 шықса, бұл бізде 16-дан 8 қосылған 4
4 қосылған 2 десек. Көрейік. 16-дан 8 қосылған 16-дан 4 қосылған 16-дан 2 болса. Сонда мыналар қысқарады. 2-ден 1 қосылған 4-ден 1 қосылған 8-ден 1. Яғни шығады екен, Енді 3-тен 2-ні 3-тен 1 қосылған 3-тен 1 деген сан ғой. Сондықтан бұны міндетті түрде бір санға көбейтуіміз керек. Өйткені бөлімдер әртүрлі болу керек деп тұр. 2-ге көбейтіп көрсек. 6-дан 4 болды ма? 6-дан 4 деген санда 4-ті 3 қосылған 1 деп ойласақ. Сонда 6-дан 3 қосылған 6-дан 1 болады. Мына қысқаратын бөлшек, сондықтан ол 2-ден 1 қосылған 6-дан 1 деген бөлшекке айналады. Енді 9-дан 5. Бұны да 2-ге көбейтіп көрейік. 18-ден 10 шығады. Енді 18-ден 10-ды қалай жазсақ болады? 10-ды 9 қосылған 1 деп жазсақ. 18-ден 9 қосылған 18-ден 1 деп. Сонда 2-ден 1 қосылған 18-ден 1 шығады екен. Ал енді келесі 563-ші есеп шығарамыз. Бұл жерде бірінші есепті шығарып қойған екен. Енді екінші есепті дәл осы үлгі бойынша шығарыңдар дейді. Екінші есептің шешу деп. Бұл жерде ұзындықтары бірдей 3 шілтерді метрлік сызғышты пайдаланып бөлшемей өзара 5 тең бөлікке бөлу керек дейді. Шілтерлердің әрқайсысын 5 бөлікке бөлмей қалай тең бөліп алуға болады дейді. Яғни бізде 5 бөлікке бөлмей негізі кез келген нәрсені, мысалы бір санды 5 бөлікке бөлу үшін сол санды 5-ке бөлуіміз керек қой. Бізге айтып тұр, мынандай бөлімінде 5 болмау керек дейді. Яғни 5 бөлікке бөлмей деді. Басқа қандай тәсілмен тең де бөле аламыз дейді. Онда біз жаңағы қазір ойлап жатқан алгебраттық бөлшектер деген тақырыпты қарастырамыз. Ал енді 5-тен 3 деген санымызды біз екеуін де 3-ке көбейтіп көрейікші. Жоқ, 3-ке емес, 6-ға көбейтіп көрейік. Өйткені 6-ға көбейтсек бөлімде 30 шығады, мұнда 18 шығады. Ал 30-ның бөлгіштері өте көп, өте көп дегенде көп. 15-ге қарағанда 3-ке көбейтсек 15 шығатын еді ғой. 30-ды біз 15 қосылған 3 деп жаза аламыз, 18-ді. Сонда 30-дан 15 қосылған 30-дан 3 шығады. 30 пен 15-ді қысқартсақ 2-ден 1, 30 пен 3-ті қысқартсақ 10-нан 1 шығады. Сонда бізде шілтерді, яғни жартысын алады екен бірінші, жарты шілтер және 10-нан 1 шілтер алу арқылы бізде тең де 5 бөлікке бөледі екен. Жауабы жарты шілтер және 10-нан 1 деп шілтер деп жазамыз. Осымен біздің А тобының есептері аяқталды. Егер видео сіздерге